Қадірменді радио тыңдаушылар, енді Монғолия мемлекеттік педагогикалық университетінің қоғамтану факультетінің студенті Талғатбекұлы Сүйеніштің Тегеурінді батырдың текті өлімі деп аталатын мақаласын тыңдайсыздар. Бірден айтайын, ғаламтордан ештеңе қотармадым. Экейдің автобиографиясын Википедиядан оқып алыңыздар. Мен жалпы қажап мүжи беретін таптаурын ойларды суқаным сүймейді. Тек қана көз жүгіртіңіз. Жер дүние жаратылғалы 100 миллиард адам дүниеге келіп кетіпті деген бір дерек естідім. Бұл арада бұның шын өтірігі керек емес. Маңыздысы, осыншама қалың адам дүниеге келіп кеткенімен, өздерінің адамзат баласына тигізген әсерімен, мейлі жақсылық, мейлі жамандық болсын, әлемге танымал болғандар өте сирек, санап айтарлық деуге болады. Көп адамдар дүниеге босқа келіп босқа кетеді. Неге десеңіз, бәрі хайуанның тірлігін етеді. Хайуаннан еш айырмашылық жоқ. Тегінде адам баласы хайуаннан ақылы бар, бір-бір үшін тірлік ететіні себепті ерекшеленсе керек. Ал жай ғана нанын тауып жеп, ұйықтап, күліп, тек тәнінің қамы үшін әрекет қылса, хайуаннан еш айырмашылық жоқ. Келер ұрпағының қамы үшін тәнін бәске тігіп, жанын әділдіктің аспанында қалықтатқан бір тұлға жайлы қалам тербемекпін. Әл-Қисса. Соғыс кезінде отанын қорғау әркімнің міндеті. Сондай соғыстардың бірінде жатарында жастанар, һәм жамылар, көрге түсерінде төсенер, бір уыс топырақ үшін жалғыз қасық қаны қалғанша, тәнінен жаны ажырағанша аянбай күрескен батырымыздың бірде бірегейі Экей Мәзімұлы. Мен тек қана естелік жаздым, оқып көріңіз. 2019 жылы мамыр айы. Мемлекеттік тарих пәні олимпиадасы өтіп жатқан болатын. Халық қол немесе қазақша қалқа өзені. Бұл жер Монғолияның ең шығыс нүктесі, ұланғайыр жазық, жазда температурасы өте жоғарғы деңгейде болады. Бұл жерде көбінде тікенді өсімдіктер, шөптер өседі. Жылдың қай мезгілінде болса да белуардан келетін тікенекті шөбіне тап боласыз. Тарихтың ізін көзбен көру, жаныңмен сезіну өте тамаша және өте қорқынышты. Суық окопта еңбектеп жатып, кеуделерін сызбен шеңгелге төсеген бабаларымыз еріксіз еске түсіп, денеңді шымырлатып, сай сүйегіңді сырқыратады екен. 29 мұңғол жалғыз қазақ халық қол сұмынан соғыс алабына жаяу тарттық. Күн шыжып тұр, арқамызда ауыр сөмке. Соғыстан қалған көп мұраны тамашаладық. Әрбірінде астарлы ақиқат пен шежіре мұң тұнып жатыр. Бірақ Экей батыр ескерткішін мүлдем таба алмадым. Ұстаздардан сұрауға батылым бармады, ұялшақпын. Сөйтіп жүріп ақыры соғыс атырабынан кеттік. Сөйтсем мен білмеппін. Экей батыр ескерткіші халық қол сұмынан бері орналасыпты. Оның мәнін кейін түсіндім. Және кейін айтып берем. Сонымен не керек, ақыры армандаған батыр ағамыздың басына да жеттім. Жолдан бұрыс орналасыпты. Моңғол ұстаздар әдейі бұрылып ертіп апарды. Шыны керек, 2 күнгі саяхат әсері бар, анау-мынау бар, көзіме жас алдым кәдімгідей. Топырағы гүлегетіндей қара топырақ екен. Одан бір уыс топырақ алып шашып, білетін Фатиха мен ықыласымды оқыдым. Кейін өкінгенім, әкем айтты: «Па, баласың ғой, ең болмаса бір уыс топырағын түйіп ала келмедің бе?» деп. Шынында ақмақпын ғой. Сол арада мұражайда қызмет атқаратын Мягмырсүрін деген доктор мынадай бір әңгіме айтты. Экей Дандыр батырдың дивизиясында қызмет атқарғанын көбіміз білетін шығармыз. 1939 жылы халық қолда шәһид кешкен. Жауға қарсы шабуылдау барысында аз әскер алдыңғы шепте болған. Экей де сол қатарда болса керек. Бір кезде батырдың кеудесіне милитарист бір жапонның оғы қадалыпты. Яғни сол арада шек қарны ақтарылып қалған. Экей жанын шүберекке түйіп, жейдесімен ақтарылған ішін байлап ап, қашанғы жан тәсілім қылғанша аянмай жауын қиратып, жастығын ала кеткен. Бұл арада Экей батыр мәйіті жалғыз қалған. Кейін серіктері осы араға жерлеген деп тебірене әңгімелеп берді. Айтпақшы, мен бұл менің жазығынан 40-50-ден топтасқан зиратты көрдім. Бірақ ешбірінде адрес есімдер жоқ. Ал Экей ағамыз қиыр шетте майдандасса да, өзінің өлімінде ел жадынан ұмытпастай ғып атқарған.
Адамның кім екені оның өмірінен ғана емес, қалай өле білумен де өлшенетін шығар деп Қабдеш ағамыз айтқандай, Екей батыр бабамыз өз ғұмырын, өз өлімін ерлікпен айырбастаған ерен тұлға екені даусыз. Алтайдың асқақ шыңындай айбатты батырымыз небәрі 28 жыл ғұмыр кешкен екен. Өз үшін ғана оттаған хайуанның тірлігін қылмай, жар сүйер, бала сүйер жалындаған қайран жастығын, болашақ елінің қамышын ажалға айырбастап берген абзал батырым. Рухың бес тәңірде мәңгі қалықтасыншы. Меңдігөл сырақтарды еріксіз, жаның далды ел басына келіп күз. Ерлігіңді дастан қылып айтатын, ақындардың әжірна жерікпіз. Мақаланы жазып келтірген Монғолия мемлекеттік педагогикалық университеті қоғамтану факультетінің студенті Талғатбекұлы Сүйеніш. Құлақтандырулар. Шегіртай арасан дауа жайы қарияларға жеңілдікпен даяшылық жасауда. Байланыс телефоны 99 42 53 73. Орталықтан үлкен жер бар үйді қаша қорасымен сатамын. Байланыс телефондары 94 02 89 89, 99 42 86 33. Өлгей сымыны үшін шұбақтан үй сатамын. Байланыс телефондары 85 15 41 60, 80 68 40 90.